Бүгінгі біздің кезекті шығарылымымызда қазіргі таңда тренд болып жатқан TikTok саласы болады. TikTok арқылы мен табыс табайын деген мақсат болған жоқ. Елдің барлық видео түсіріп жатқан соң өзіме қызық болды. Бір күні салам, ұйықтап ерте тұрайын, қараймын, анау 100 мың ба сондай просмотр жинаған. Маған мотивация болды, өтетінін түсіндім. Бір күнде жұлдыз болдым дейсіз ғой. Шок болдым. Көз жіберсе, ол адам счетына ақша түсіп отырады. Солай. Ақша экранның ар жағында отырған адамдардан ақша сұрап отыр ғой. Кейбіреу андай қағаздарға ақша жазғызып не ойнатады. Анау кісі екі видео салған, рекке шығып кеткен. Содан бір күннің өзінде қанша номер түскен? 100-ге жуық па номер түскен, 20 нешесі сатып алам деп ана кісіден сұраған ғой. Просто бір видеодан. Ал TikTok-тың ең бірінші фишкасы 10 теңге салмайды. Просто тегін. Просто видео саласың, дұрыс контент құрып, дұрыс тақырып жазып, дұрыс видео түсіре алсаң болды. Арғай уже 10 теңге салмайсың, жай ғана рекке шығып кетеді ол. Яғни инфобизнесте сатылымға сұранысқа ие TikTok-та, товар мен бизнесте жақсы өтетін түсінім. Бірақ күнде танымал болып кетуге болады дейсіз. Сәлем баршаңызға, трендтегі бизнес YouTube каналына қош келдіңіздер. Мен Бану Әблес. Бүгінгі біздің кезекті шығарылымымызда қазіргі таңда тренд болып жатқан TikTok саласы болады. Бүгінгі біздің қонағымыз Айсұлу ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Рахмет сіздің келгеніңізге де. Қазіргі таңда барлықтарыңыз білесіздер, тауар сатуға болсын, жалпы өнім сатуға өте көп қаралым жинайтын әлеуметтік желінің бірі TikTok. Осы саланың өзінің эксперті, маманы Айсұлу ханымды шақырып отырмыз. Айсұлу ханым, жалпы осы салаға қалай келдіңіз, TikTok саласына? TikTokқа ең алғаш рет мен видеомды 2020-да жүктеген екем. Ол кезде карантин болып жатты как раз. Іш пысып, видео не істерімді ұқпай, өз 4-ші курспын, ауылға қайтып кетті. Карантинде жай ғана видеолар түсіріп бастадым. Ол кезде андай кейін мынадан TikTok арқылы мен табыс табайын деген мақсат болған жоқ. Елдің барлық видео түсіріп жатқан соң өзіме қызық болды. Бірақ ол кезде менде просмотр жоқ болды, 10-20 адам туғандарым көретін еді. Одан кейін барып мен жаңа жылға жуық бір кітап оқып бастадым. Сол кезде кітапта жазылған бір істі соңына дейін тұрақты бір істеп көр, нәтиже шығады деген сияқты. Сосын менде ой болды, TikTok тұрақты істеп көрсем не болады деген сияқты. Сосын ары қарай солай жүргізіп кеттім. Карантиннен бастадыңыз, негізі. Қазіргі таңда 150 мыңға жуық оқырманыңыз бар екен. TikTok-тағы бағана қарап шығып парақшаңызда ең алды 4 миллионға дейін просмотр жинаған екен, қаралым. Басында менде андай болды, жай андай бір видеоларды перевод жасап қызық ретінде сала бердім де, ол просмотр жинайды деп күтпедім. Бір күні салам, ұйықтап ерте тұрайын, қараймын, анау 100 мың ба сондай просмотр жинаған. Маған мотивация болды, өтетінін түсіндім. Бір күнде жұлдыз болдым дейсіз ғой. Шок болдым, бірақ ол кезде ұялған, түрмен түсірмейтін едім, просто картинкалармен. Сөйтіп просмотр жинап кетті. Қазіргі таңда тұрақты жүргізесіз негізі? Жүргізіп жүрмін. Сонда 3 жылдан бері жүргізесіз, негізі? 2020-дан бері. TikTok жалпы Қытайдың несі, Қытайдан шыққан? Ең алғаш рет 2016-та Қытайдың бір 36 жастағы азамат тапқан екен оны. Одан кейін бар ол Douyin деп Қытайда шыққан, олар өздері сөйтіп пайдаланып жүрді. 2018-де халықаралық нарыққа шыққанда, ол TikTok ретінде бүкіл әлем бойынша қазір бір 200-ден астам мемлекет бар ол қазір. Оның бір 160-170-не жуығы пайдаланады екен. Бізде Қазақстанда соңғы 1 жылда, жоқ соңғы 6 айда негізі ауқымды түрде пайдаланып келе жатыр. Пайда табыс табу жағынан қазір енді сол нарыққа көшіп жатыр ғой. Басында жай қызық үшін билейді, сондай еді. Қазір көбісі бизнеске қарай тартып жатыр, табыс табу бойынша пайдаланып. Негізі басында TikTok деген андай бір ішінде сайқы мазақтар, түрлі нәрсе жасап жатады. Сол үшін бізде негізі қызықпайтынбыз. Енді осы TikTok-қа келіп жатқан жайымыз бар. Құрметті көрермендер, біздің TikTok парақшамызға тіркеле кетіңіздер. Қызық ақпараттар біздерде бар. Бұл жерде TikTok-та негізі қаралым жинауға ең тиімді, бір жағынан. Өйткені ол жерде қысқа ғой. Қазір адамдар барынша уақытты жылдам тез пайдаланғысы келеді. Ұзақ нәрсені күтіп отырмайды, сабырсыз болып кеткен адамдар. Сондықтан да TikTok сол фишканы қолданғанда адамдардың сол фишкасын ұстап қалған. Өйткені Instagramда да, YouTube-та да ондай бір қысқа уақыттың аралығында қызық көріп, эмоциясын шығарып үлгеретін нәрселер болмағанда, TikTok соны пайдаланды. Ол нарықта қазір Instagram, TikTok басқа әлеуметтік желілерден де ең бірінші аз уақытта тез нарыққа көтеріліп кеткен әлеуметтік қосымша болып табылады. Сол фишкасы сол қысқа, нұсқа қызық. Сондықтан рилсті байқайсыз ба? Сосын YouTube-та қазір шортс дегендер пайда болды ғой, барлығы сол TikTok-тан ұрлап жатыр. Өйткені TikTok-қа жақсы өтіп жатыр. Сондықтан олар сондай фишкаларын өздеріне алып жатыр. YouTube-тағы шортстарды содан салады. Рилс содан кейін пайда болды. Instagram-да, TikTok-тан көріп. Негізі қазір біз көп нәрсені мысалы соңына дейін қарамаймыз ғой, бәріміз уақыт қысқа ма, адамдар қарбалас па,
көп нәрсе тез қарай саламыз бір нәрсені, сол жағын жақсы пайдаланған дейсіз ғой. TikTokта көбірек байқағаны мысалға, TikTokта бір байқағаны мысалға тікелей эфирде болсын болмас нәрселерін айтып ұзақ уақыт отырады таңнан кешке дейін. Солар негізі ақша қайдан табады? Негізі TikTokта табыстау жолдары көп қой. Оның бір жол сол тікелей эфир арқылы табу. Ол жерде жай мысалы көбінде анау басында шыққан кісілер, көбінде анау тиктокер деп біз танып жүрген кісілерші жай ұйықтап жатады кейбіреу немесе просто әңгіме айтады, немесе бір кісі музыкалық ауысқа билейді деген сияқты. Көп тиктокерлер солай таниды ғой. И олар аудиторияны просто эмоциямен ұстап отыру үшін да. Өйткені тиктокта көбінде жас аудитория отырады. Сосын ештеңе істемейтін бос адамдар көбірек отырады. И ол жерде оларға қызық, бір-бірімен бәсекелестіріп, солай қызық қып ұстап отырады. Батыл, бір-бірімен жарысып деген сияқты. И сол үшін ана жерде мысалы гүл жібереді деген сияқты. Сол арқылы ақша табады да. Гүл сонда тегін жібереді адамдар. Сол жерде ақшаға сатып алады оны. И гүл жіберсе, ол адам счетына ақша түсіп отырады. Солай. Бірақ негізі мен оны кеңес бермеймін ол жолмен табыс табуға. Былайша айтқанда мәдениеттерде ақша экранның ар жағында отырған адамдардан ақша сұрап отыр ғой. Кейбіреу андай қағаздарға ақша жазғызып, не ойнатады, андай не деуші еді. Андай бір таңдап алып ақшаларды ішінен 500 теңге шығады деген сияқты, бірақ ішінде ешқайсысынан ақша шықпайды да. И просто адамдарды алдау ретінде. Мен негізі оған кеңес бермеймін, бірақ қазір көбінде тікелей эфир арқылы оң жолымен, жақсы жолмен тауып жатқан кісілер бар. Мысалы тікелей эфирде отырады, өзінің қолындағы тауарын, өнімін сатады, көрсетеді деген сияқты. Бір нәрсе сұрай кетейінші осы жерде. Мысалға TikTokта олар жаңағыдай бетіп нәрселерінде көрсетіп жатады мысалға да. Сондай жаңа біздің жалпы салт дәстүрімізге болсын, жалпы ешқандай нәрсе салаға келмейтін. Сол нәрселерге мысалы тиым жоқ па негізі ешқандай? Заңды түрде. Негізі бар, бірақ TikTokта жоқ екен. Жалпы Қытайдың тапқан доиңында өздерінің мемлекетінде қатты қарайды. Ол жерде мысалы 16 жасқа дейінгі балалар түрімен шықса, бірден оны өшіріп тастайды видеоларын автомат түрде. Олардың бір видеосын загрузка етіп, ана TikTokқа жүктеуінің өзіне бір жарты сағаттай кетеді екен. Ұзақ уақыт тексерістен өтеді да. Бізге әлі келе қойған жоқ. Енді біраз уақытта бізге де қосылатын шығар. Бірақ қазірдің өзінде бізде кішкентай нәрестелердің ашық денелерін көрсе, бірден өшіріп тастап отырады TikTok. Енді келе жатыр дейсіз ғой. Қазір бар уже. И тоже бізден негізі андай нелерінде жазылған өздерінің ережелерінде 16 жасқа дейінгі балалардың видео жүктеуіне болмайды, ашық-шашық киінуге болмайды деген сияқты. Киінген видеоларды автомат түрде өшіріп тастайды. Сосын андай темекі, тағы басқа алкоголь деген сияқты сондай нәрселерге тыйым салынған. Кейбір видеолар рекке шығып кетеді бізде, сондайлар. Ертең қарам атады. Атады деп жатады ғой. Алдыңғы уақытта енді не істеуі мүмкін, олар өшірілуі мүмкін. TikTokта, Қытайда қиын екен ондай. Дей тұрғанмен достар, қазіргі таңда пышақтың жаңа екі жағы бар дейді ғой. Ана жағы болғанмен де екінші жағымен саудаға, сатылым әкелуге, бизнеске қолдануға болады. Пайдасы шығар. Тауарда да көбінде жаңа тауарды қазір бәрі TikTokпен сатып жатады ғой негізі. Жаңағындай арзанға болсын, месталарын іздеп, ойбай өчет көп екен, адам көп екен деп жатады. Сол жағын айта кетсеңіз негізі. Бізде негізі бизнес канал болғандықтан осы бизнес мақсатында шығарамыз ғой көбінде. Саудан қалай тез сатуға болады жаңағы TikTokпен? Бұрында мысалы мен өзім зат іздейтін бірдеңе алатын болсам, бірінші Instagram кіріп іздейтін едім да. Қазір маған TikTokқа кіріп іздеген ыңғайлы. Балалардың киімі болса детский киімдер деп мысалы TikTokқа жазам да, и барлығы сол жерде толық көрсетіледі деген сияқты. Сосын қазір TikTokта тек қана жаңағындай просто уақытын өткізіп отыратын болған басында, бірақ қазір адамдар түсінді аудиторияның көбісі сол жақта екенін. И нарықтың барлығы қазір онлайн TikTokта отыратынын түсінді. Клиенттердің барлығы TikTokта отыратынын түсінді. Қазір жалпы заттай тауар сататын, тауармен бизнесте де немесе инфобизнесте кәдімгі өздерінің курстарын сатып жүрген кісілер, кітаптарын сатып жүрген сондай мамандардың барлығы қазір TikTokқа өтіп жатыр. Өйткені ол жақта аудитория сол жақта, сатып алатын аудиториясы, клиенттердің барлығы сол жерде. И ол жерде сату оңайырақ. Қалай бар, солай шынайы көрсетеді, не бар, не жоқ. И адамдар да сол жерде шынайы пікірлерін бөлісе алады. Мынадан сатып алғанмын, бұның өнімі шынымен жақсы деген сияқты. Кішкене еркін дейсіз ғой, еркін форматта болады. Мысалы, Инстаграмда андай сияқты бәрі бір андай әдемілеп, күштетіп қойған, бәрінен интернеттен алған суреттер деген сияқты. Уже сенбейсің да, мынау шын ба өтірік па? Ал өзім алған кезде қолыма алған кезде тауар қандай болып келеді деген сияқты. TikTokта шынымен қолмен ұстап көріп көрсетіп жатады да, ыңғайлы сатуға да. Ашып, мысалы, тауарлардың ішінде. Тікелей эфирде енді күшті өтеді. Былай видео сап қойғанның өзінде жақсы өтеді. Мысалы бізде ойлады қандай үйдің сыртын қаптайтын еді атты. Сондай нәрсе сататын бір кісі болды. Сол кісі маған келді де консультация алды TikToктан. И ол кісі маған бір аптадан кейін ба жазып тұрға қуанып. Анау кісі екі видео салған, и рекке шығып кеткен. И содан бір күннің өзінде қанша номер түскен?
100-ге жуық па номер түскен, и 20 нешесі уже сатып алам деп ана кісіден сұраған ғой. Просто бір видеодан. Негізі киім-кешек ұсақ-түйек заттардан қарағанда жаңағындай үлкен заттарды сатуға болады дейсіз ғой. Иә, кез келген нәрсе сатуға болады. Бәрі өтеді. Товар болсын, мейлі инфобизнес. Сонда TikTokта отыратында жас аудитория емес, үлкен кісілер де отырады былайша айтқанда. Просто жас аудитория бізде андай ғой. Алғашқы сала сағанда видеоңыздың рекке шығуына көмектеседі жас аудитория. Қызық үшін олар мысалы негатив сөздер жазады или мынау не деген сияқты қызыққандай бір сөйтіп алып кетуге көмектеседі да. Ол кішкентай аудитория арқылы біз үлкен рекке шығамыз. Рекке шыққаннан кейін біздің нақты аудиториямыз бізден сатып алатын адамдар көріп бастайды да. Сол жерде бізде сатылым болады. Негізі арнайы фишкалары бар. Мына жерде бір сұрақта, мысалға сіз енді негізі өзіңіз физика мұғалімі екенсіз, жаңа сұрап танысып жатырмыз. Сонда осындай бір еркін форматқа келуге сізге қиын болған жоқ па басында? Жоқ, негізі мұғалім десе, физика мұғалім десе біз андай бір сабырлы сондай түсінеміз ғой негізі. Негізі мен басында бірінші TikTok жүргізіп бастадым. Ол кезде өзім универдің 4-ші курсын оқып жүргем. Негізі мұғалім болу өзіме қатты ұнамайтын, ата-анамның әсерінен оқыдым, бітірдім. И ары қарай осы курс бойынша кету ойымда болмады негізі. Басында ойладым мен өзім бір бизнес жасаймын деген, товар сатамын деп жүрдім да. Кейін келе мен осы TikTok түсіріп бастаған кезде менде просмотр көбейіп кетті. Подписчигім көбейді. Қызық үшін мен Инстаграмға бөлісіп бастадым. Менде TikTok мынандай 20 000 подписчик болды, 10 000 болды. Осылай көбейіп жатыр деген сияқты. И туыс-туғандарым, жаңа группаластарым сұрап бастады да, қалай жүргізіп жатсаң, маған үйретші, көрсетші деген сияқты. Жарайды деп мен оларға көрсете салам, үйрете салам, сөйтіп жүрдім. Сосын олар маған 1-2 аптадан кейін немесе 1 айдан кейін отзывтарын жазып бастады. Рахмет, сен айтқаннан кейін мен өстіп осындай нәтиже шықты, менде мынандай просмотр болды деп. Сосын барып ойлап бастадым да. И танымайтындар жазып бастады, па деген сияқты. Сосын барып неге маған табыс таппасқа деген сияқты. Бәрі курс сатып жатыр ғой деген сияқты болды. Сосын бірақ өзіме сенімсіз болдым басында. Білімім аз ғой, өзім жинап ала салдым ғой бүйтіп деген сияқты. Сосын өзім курс оқып бастадым Қытайдан. Онлайн форматта курстер алдым TikTok бойынша. Одан кейін барып уже білімімді жетілдіріп, толық елге толық бір нәрсе беріп түсіндіре алатыныма көзім жеткеннен кейін. Бұлақтың басынан су ішtim дейсіз ғой. Қытайдан үйреніп. Сосын барып курс дайындадым. Бірінші 3000 теңгеге мен кітапша дайындағам онлайн. Бір 15 беттік па кітапша дайындадым. Кітапшаларды сатып бастадым сұрағандарға. 3000 теңге болатын. Оның өзінде қорқып саттым. 3000 теңге қымбат па, алама деген сияқты. И оның өзінде нәтиже болды да. Кәдімгі озып қуанып сөйтіп жатқаннан кейін уже курс сұрады. Біз кітаптың өзіне түсінбей жатырмыз, видео болса күшті болар еді деп. Сосын барып курс дайындап бастадым. Сонда TikTok-тың кітапшасын кәдімгі парақшаға дайындадыңыз ба? Иә, Word форматында просто гүлдеп бүйтіп сөйтіп жасай салдым да, соны онлайн форматта PDF мен аударып перевод, не істей салдым. Жіберіп беріп отырдым. Солай сатқан. TikTok жүргізуге, жалпы TikTok товарын сатуға, TikTok оқуға дейікші былайша айтқанда, сұраныс өте қатты көп, иә, қазіргі таңда? Иә, қатты көп. Өйткені маған жалпы бизнеспен айналысатын кісілер көбінде көп жазады маған. TikTok жүргізіп беретін адам бар ма, TikTok менеджер бар ма, видеомды түсіріп, TikTok-ымды рекке шығарып, сұраныс клиент әкеліп беретін деген сияқты. Немесе өздері сұрайтындар да бар. Маған үйрете салсаң, өзім жүргізсем деген сияқты. Өйткені қазір барлығы біледі, нарық жалпы TikTok-қа бағытталған, клиенттердің барлығы аудиториясы сол жақта отыратынын біледі. Қазір қатты сұранысқа ие. Инстаграм мысалы ол жерде сатылым азырақ болады. И ондай TikTok сияқты сұранысқа ие емес. Бұрынғыдай ол жерде мысалы прогресс болу керек, жылыту керек, сондай этаптардан өтеді да. TikTok бірден кіресің, ұнайды, сатып алады болды. Сондықтан қазір көбінде TikTok сұрап жатыр. Негізі 4 миллион қаралымды жинау үшін мен кішкене түсінбей тұрмын да, мысалға ол жерде қалай, мысалы жаңа Инстаграмда рекламаға жіберге болады ғой парақшалар. Тура сондай ма, жоқ әлде өзінен өзі жол неге түсірген видеоға байланысты, жоқ белгілі бір жаңа фишкаларды қолдануға байланысты бола ма, қалай? Иә, дұрыс айтасыз. Негізі сіз айтқандай ең үлкен фишкасы TikTok-тың осы ғой. Мысалы Инстаграмда просмотр жинау үшін оны кәдімгі ақша салу керек, иә, ақша салып оны көп адамға көрсету үшін арнайы таргетке жібереді, тағы басқа деген сияқты. Ал TikTok-тың ең бірінші фишкасы 10 теңге салмайды. Просто тегін, просто видео саласың, дұрыс контент құрып, дұрыс тақырып жазып, дұрыс видео түсіре алсаң болды. Арғай уже 10 теңге салмайсың, жай ғана рекке шығып кетеді ол. Мысалы менде 4 миллион просмотр, осыған дейінгі просмотрларым, осыған жинаған подписчиктердің барлығы просто тегін келген. 10 теңге мен TikTok-қа салмағым. Таза еңбекпен дейсіз ғой. И андай бизнесмен кәсіпкерлерге ең үлкен плюсы да осы да, рекламаға ақша кетпейді. Тегін келетін не ғой? Бұлақ көз, жаңа айтқандай. Таза өзі жиналады, өзінен өзі. И тура өзіңнің керек аудиторияң жиналады да, біріншіден. Екіншіден, ешқандай ақша кетпейді, өзінен өзі жиналады. Сіз просто рекке шығудың жолын білсеңіз болды. Фишкасын ғана.
Мысалға Инстаграмда бұрынғы кезде жаңағыдай болады, мысалы 100 досыма тіркел, 50 досыма тіркел, машина ұтып ал деген сияқты. TikTokта алдағы уақытта сондай болады деп ойлайсыз ба? Басында болған, бірақ ол қазір адамдар түсінді ондайдың дұрыс емес екен. Тіркеледі уақытша, қайтадан ол шығып кетеді. Сосын ол активный болмаса, TikTокта өздігінен адамдар өздігінен отписка жасап кете береді, немесе автомат түрде шығып кетеді сізден ше. Сонысы бар, иә. Сондықтан сіз тұрақты, TikToктың ең маңыздысы сол тұрақтылық, тұрақты және үздіксіз жұмыс жасау керек та ода. Бір тұрып қалдың ба, уже ары қарай аудиторияң азайып бастайды. Жаңа TikTokта үйретіп жатқан шәкірттерім бар дедіңіз. Осыған дейін қанша адамға үйреттіңіз? Менде осы 1 жыл бұрын үйретіп бастадым. Осыған дейін менде 3 поток үйретілді. Әр потокты мен онлайн және офлайн форматта үйреттім. Офлайн көбінде консультация еді. Примерно бір 100-ге жуық болған шығар. Сізден үйренген кісілер көбінде жаңағыдай саудасын жүргізу үшін, бизнесін дамыту үшін оқи ма, жоқ әлде блогер болу үшін ба? Екі түрлі аудитория бар негізі. Көбінде студенттер, оқушылар сұрап бастайды, олар жай қызық үшін, солай рекке шығу үшін, блогер боламын деп блогерлер қызығушылығын арттырады, қызығады, сол үшін келеді. Ал кәсіпкерлер, үлкен кісілер көбінде өзінің жаңағы кәсібін, бизнесін жүргізіп, клиент әкелу үшін оқиды. Өзінің өнімін сату үшін, тауарын сату үшін деген сияқты. Клиент әкелуге өте тиімді дейсіз ғой қазіргі таңда. Инстаграмда 150 мың теңгеден 200 мың теңге, 500 мың теңгеге дейін оқытып жатқандар бар. Бұдан кейін де оқытатындар бар ғой енді. Жалпы TikTokта қалай баға? Жалпы TikTokты енді бастап жатқанда маған қызық болды, сұрап көрдім TikTokты оқытатын кісілерден. Ол кісілер маған жай курсының өзін 200 мың теңге деп айтты. Жеке офлайн былай оқитын болсаң 700 мың деді. 700 мың теңге офлайн оқу. Сізде бағалар қалай негізі? Ойласам, мысалы, Инстаграммен салыстырса, қазір TikToктың сұранысқа ие екені көрініп тұр да, бұл жерде бағасына қарай. Сұранысқа ие болғандықтан да құнына қарай бағасы қойылады екен. Менде курс арнайы өзім аудиторияма, мысалы, көбінде жақындарым сұрайды, кәсіпкерлер сұрайды. Сондықтан да ол кісілерге тиімдірек болсын, қолжетімді болсын деп, мен 1 айлық курс, ол жерде нақты теория, практика болады. Алғашқы 1 аптаның өзінде нақты нәтиже шығаруға болады. Енді бастап жаңағы видео түсіре алатын кісілер үшін ол нақты 1 аптада нәтижесін шығаруға болады. И мен курстың қолжетімді енді жаңағы кісілермен салыстырғанда 10 есе арзан. 75 мың деп қойдым. 75 мың теңге. TikTokты үйрену кімдерге тиімді? Мысалы, 16 жастан жоғары барлық адамға болады деп айта аламын. Мысалы, өзінің жеке брендін дамыту үшін, көбісі қазір жеке брендті дамытып жатыр ғой. Өзі арғай кәсібін жүргізу үшін де кез келген жерде жеке бренд өте маңызды. Біріншіден сол, екіншіден өзінің қолында немесе істеп жатқан саласы бар. Өзінің бір тауармен бизнес болсын, немесе инфобизнес болсын, өзінің бір арнайы жүргізіп жатқан саласы болса, ол кісіге клиент алып келу үшін, яғни өзінің өнімін сату үшін өте пайдалы. Екіншіден. Үшіншіден, немен айналысамын, не істеймін деп жүрген кісілерге өте пайдалы. Өйткені жалпы нарықта ол кісінің ойлап жүрген бизнесі, мысалы, мынаны істесем ба деп ойлап жүрген 2-3 вариант болса, қайсысы тиімді, қайсысы нарықта сұранысқа ие, қайсысы өтеді, тест жасай алады біріншіден. Екіншіден, тез бастап кетуге мотивация, тез бастап кетуге мүмкіндік ол жерде. Бірден. Камераға шығудан қысылатын кісілер де бар, мысалға? Ол кісіге қалай? Маған курста сондай аудитория маған көбірек келді. Камерадан ұяламын деген сияқты. Ол кісілерге мен алдын ала айтам курс басында. Камерадан ұялмау үшін біріншіден өзінің түрін көрсету міндетті емес басында. Мысалы, мен де басында ұялатын едім, түрімді көрсетпеген басындағы видеоларымда. Аспандарды, даланы түсіріп жүре берген ғой. Қазір тренд деген нәрсе бар, мысалы, немесе маска деген бар TikTokта. Әртүрлі масканы киіп түсе берсе де болады. Немесе сырт жақта әдемі көріністермен, жүрген тұрған артқы фонмен деген сияқты солай түсіруге де болады. Кез келген ситуациядан шығуға камерадан ұялатын кісілерге өте ыңғайлы. TikTokта қазір ондай жағын қарастырып шешіп тастаған. Қиын емес. Бизнесте жалпы ең маңызды ғой клиент әкелу деген. Енді мысалға таргетке ақша құймасаңыз, қаралым жинау үшін ақша құймасаңыз өте тиімді деп ойлаймын негізі. Біздің каналымыз жалпы бизнес канал болғандықтан, мысалға әркімнің бір қызмет түрі болады, тауары болады, курстары болады, жаңағындай. Бизнесте ең маңыздысы ол клиент әкелу. Негізі мысалға ешқандай таргетке болсын реклама ақша салмасаңыз, оны жаңағы блогерге реклама ақша салмасаңыз, шығынсыз клиент әкелу деген негізі өте тиімді деп ойлаймын. Өте тиімді канал қолдануға бәрімізге негізі кеңес береді. Мен де негізі енді бастап жатырмыз. Бірақ оқырманымыз аз, шүкір енді. Жаймен көтеріледі. Сіз енді осы салада жаңа TikToктың мамансыз ғой, былайша айтқанда. Жаңағыдай тікелей эфирде отырып ақша табуға қалай кеңес берер едіңіз? Тікелей эфир арқылы болады негізі. Жалпы тауармен айналысатын кісілерге кеңес берем. Өйткені тікелей эфир арқылы өзінің тауарын сол жерде шынайы көрсетіп,
қалай бар солай көрсетіп, сол жерде сатылым көбірек болады негізі. Тікелей сол жерде төлем жасатып сатып жіберетін кісілер бар. Мысалы косметика, киім-кешек сататын кісілерді көргем тікелей эфирде отырып. Мысалы бір кісімен консультация алған, Замани дүкен білесіз ба? Қазір сұранысқа ие, Сайран жақта орналасқан. Вот сол кісілер, екі қызы бар, тікелей эфирде күнделікті 24 сағат ауысып отырып сатады. Сол жерде магазиннің ішінде бір бұрышта тұрады да, жай тікелей эфир телефонын қоя салады да, сол жерде киімдерді киіп көріп, бағасын айтады. И сол жерде тікелей эфирдің өзінде бірден оплата жасап, не істеп қояды да, заказын алып қояды, уже доставкамен салып жібереді болды. Ал магазиннен келіп алған клиентке қарағанда TikToktан алатын клиенттер көбірек деп айтады маған. Қазіргі таңда. Иә. Негізі қазір байқасаңыздар, мысалға көріп жатамыз ғой интернеттен де қытайлар өте көп сатады TikTokпен. Бір бұрышта отырып, кәдімгі бір магазинде бір сатушы болады, менеджер мысалы, соған қарап отыратын, тікелей эфирде сататын. Біздің Қазақстанға да енді келіп жатыр ғой, шүкір. Қазір бізде TikTok менеджер деген жұмыс бар, иә. Өте сұранысқа ие. Қазір менен бәрі сұрайды, TikTok бар ма, сізде TikTok жүргізіп беретін қыз бар ма деп ше. Оқытқан оқушыларыңыз болса, бізге айтсаңыз, жақсы жүргізетін қыздар болса деген сияқты. Сен оқыған кездегі жұмыс бар дейсіз ғой. Иә, бірден тауып кетеді талап. Құрметті достар, біздің каналымыз жалпы бизнес канал болғандықтан қазіргі таңда тренд болып жатқан трендтегі бизнестерді түсіреміз. Соның ішінде негізі TikTokты қолдануға кеңес беретін едім. Өзімізде негізі енді қолданып бастадық. Не үшін қолданбасқа? Мысалға сіз рекламаға ақша салмайсыз, жаңағы қаралым үшін ақша салмайсыз, блогерге реклама бермейсіз, шығынсыз клиент әкелу ғой. Бизнес үшін өте маңызды негізі клиент әкелу. Өзіңізде каргоңыз бар, білуім бойынша. Осы TikTokпен әкелесіз ба? Бизнес бойынша каргомыз бар. Осы жақында ғана бастадық, енді аккаунт ашып бастадым. Жалпы өзімнің товарларымызда осыған дейін сол TikTokта видеолар арқылы сатып бастаған. Сіз бірақ TikTokпен де реклама аласыз, е? Түсін көрінген. Реклама алғам, иә. Бірақ ол маған тиімсіз екен. Қазір алып жүрген жоқпын. Түсінікті. Біз аудитория фокус бөлініп кетеді. Негізі өз өніміңізді сатқан дұрыс. Өз өніміңізді, Өз өніміңізде қандай өнімді саттыңыз осы TikTokта? TikTok курсын саттым, сосын менде осыған дейін андай болды. Қытаймен бизнес карго болды. Тағы бір жерде, ол жерде мен менеджер жаңағы Instagram жүргізіп бердім, ол кісінің TikTokын жүргізіп бердім, и сол аудиторияны жүргіздім. Былайша айтқанда қызмет түрін саттыңыз. Иә. Қызмет түрлерін саттым. И курсы болды ол кісілердің, курсын саттық. Яғни инфобизнесте сатылымға сұранысқа ие TikTokта, и товар мен бизнесте жақсы өтетін түсін. Бірақ күнде танымал болып кетуге болады дейсіз. Иә. Құрметті достар, бүгінгі шығарылымның соңына келдік. Айсұлу ханымды TikToктағы біраз оқырман таниды деген ойдамын. Біздің YouTube арнамыздағы оқырмандарға да кеңес беремін. Парақшасына кіріңіздер, нөмірі бар, тіркеліңіздер, хабарласыңыздар. Егер TikTok арқылы мысалы өнімдеріңізді, қандай да бір қызмет түрлерін сатып, клиент жиналарыңыз келсе, не тұр маманнан үйренсеңіздер болады, кеңес береміз. Рахмет сізге келгеніңізге. Жақсы, рахмет. Келесі кездескенше қош аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Осы видеомыз пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіздерге көмегін тигізіп жатса, достарыңызға, таныстарыңызға жіберіңіздер. Астына комментарий жазыңыздар, күтеміз.